Достар, саламатсыздар ма? Видеоның астында деген не деген бар, және видеоның соңында сіз деген не деген видео таба аласыздар. Яғни спам деген не, мысалы биткоин деген не деген сияқты. Так, трейдер дегеніміз, лайк басып кетесіздер ма осы видеоға? Өтініш, лайк қатты сұраймын бауырлар. Сіз сосын 92% адам жазылмай қарайды екен бауырлар. Не мынау? Жазылып қойыңыздар ше, подписаться қызыл емес. Bir ғана бассаңыздар мен риза боламын ғой. Ренжітесіздер достар. Так, трейдер дегеніміз ол акцияларды сатып алатын адамдар. Мысалы, Microsoft компаниясының акциялары болады, тіпті Қазақтелекомның акциялары болады, Қазпочта, АО деп тұрса, ол акционерное общество, яғни оның қағаздары болады. Осыны трейдер, олар кәсіпқой, сіз де аласыздар, бірақ бұлар кәсіпқой, бұлар бәрін біледі, бұлар жаңалықты қарайды, бұлар бәрін анализировать етеді. Трейдерлер, доллар сатып алатындар осылар, евроны сатып алатындар осылар, сосын қымбатқа сатады осылар. Трейдерлер, олар мұнайдың акциясында сатып алатындар осылар, әртүрлі компанияны сатып алады осылар барлығын анализировать етеді. Міне көрдіңіздер, төрт жақтан жаңалықты анализировать етіп отыр. Міне көрдіңіздер, Мелана Трампа, көрдіңіздер, жан жақтан олар кәсіпқойлар, олар оқыған адамдар, олар көптеген нелер, олар тек құр келе салмаған, олардың құқықтары бар, бірнеше нелер биржаларда отырып, мысалы сіздің құқығыңыз жоқ, мысалы бір биржаға келіп, мен осыны трейдерсіз көптеген білім алуыңыздар, көптеген тәжірибе болу керек деген сияқты. Оларда тәжірибе көп, оларға сіз өз ақшаңыз сенсеңіз, яғни риск әрине, олар барлығын жоғалтуы мүмкін, немесе көп прибыль беруі мүмкін. Олар көрдіңіз, доллардың көбейгенін, бұлар бәрін біледі. Былай айтқанда акциялар, акционерлер ғой, былай айтқанда трейдер. Олар клиенттердің нелерін алып, осылай сізге акцияны алып береді. Олар білетін адамдар, яғни сіз білесіздер, яғни акция осылар сатып алып береді. Так, достар, осы қысқасы айттым, сіз видеоның соңында көріп тұрсыздар деген не, басқа да видеомды көре аласыздар. Өтініш, біліп жүремінге жазыласыздар ма, лайк басасыздар ма, мен қатты сұраймын. Көрдіңіздер ғой, енді трейдер не екенін білесіздер. Айтпақшы, мен баяғыда осыны трейдер болып жасадым, мен өтірген демо шотпен осындай бірдемелермен саттым, доллар саттым ба, евро саттым ба, сондайлармен айналыстым демо шотпен.